Аңыздың ақыры Әбіш Кекілбайұлының тұңғыш романы. Мұнда нақты тарихи деректен көрі көркемдік қиялдың шарықтауы басым. Романның көркемдік тінінде жел тартқан тарихи аңыздың астарынан адам баласының асыл қасиеттерінің бірі махаббат туралы хикая шертіледі. Романның сюжеті үш кейіпкердің әмірші, ханым, шебер төңірегінде өрбейтін тарихи аңыз әңгімеге құрылған. Жазушы өзіне таныс аңыз әңгімені жалаң баяндамай, адам жанының терең иірімдерін ашқан дербес туынды жасайды. Негізгі қақтығыс оқиғаның сыртқы сюжеттік тінінде емес, кейіпкердің ішкі әлемінде, жан дүниелерінде дамиды. Романда оқиғаның шым-шытырық, бірізді дамуынан көрі жеке тұлғаның рухани ішкі дамуына басты назар аударылған. Роман Қызыл алма, мұнара, махаббат, аңыздың ақыры атты 4 бөлімнен тұрады. Шығармадағы мұнара үш кейіпкерді, ханды, ханшаны және шеберді өзара байланыстыратын, олардың ой толғаныстарын бір қазыққа байлайтын ортақ желі. Мұнара өз бойына негізгі идеялардың кешенін жинақтап ұстаған романның басты символы және романның композициялық қазығы. Шығармада болып жатқан барлық оқиға түрлі деңгейде мұнарамен тығыз байланысты. Қызыл алма бөлімінде әміршінің мұнараны қабылдауы, онымен қарым-қатынасы, екеуінің арасындағы үнсіз текетіресі, сол арқылы әміршінің өмір мен өлім, жақсы мен жаман, даңқ пен дақпыр, тағы басқа құндылықтар туралы философиялық толғанысы, ой тебіренісі, ішкі монологы суреттеледі. Құрт түскен қызыл алманы кейіпкерлердің ішкі жан дүниелерімен қатар қойып сипаттайды. Мұнара бөлімінде Жаппардың мұнараны дүниеге әкелудегі мехнаты, шығармашылық азабы, терең сезімі, махаббат қайғысы, ой толғанысы аралас суреттелген. Жаппар шебер үшін мұнара соншалықты ыстық, өйткені мұнара оның өз қолынан шыққан тілсіз перзенті. Жаппардың өзі болып мұнара тіл қатады. Махаббат атты 3 бөлімде ханымның мұнарамен үнсіз сұхбаты, күн ұзақ мұнараға тесіле қараудан туған алуан түрлі сезімдері, ойлары, психологиялық ахуалы суреттелген. Аңыздың ақыры романында халық жанындағы тарихи аңыз бен романтикалық қиял, реалистік баяндау мен терең гуманистік дүние таным жымдаса өріледі. Қаламгер кейіпкердің сезімдік күйіне психологиялық салмақ артып, философиялық жинақтауларға ден қояды. Махаббат мұнарасы туралы мифологема болмыстың жұмбағы мен адам өмірінің мәні, рухани құндылықтар жайында ой толғаудың тиімді тәсіліне айналған.